үйіңізде желінбей қалып қойған творог болатын болса, онда міндетті түрде осы жұмсақ болып шығатын, қантсыз жасалатын творожный кекстерді жасап көріңіздер. Тіпті творог жемейтін балалардың өзі құрамында творог бар екенін байқамай да қалады. Өте тәтті, жұмсақ болып шығады қыздар. Міндетті түрде менің рецептіммен осы пайдалы творожный кексті жасап көріңіздер. Ал енді бізге 200 грамм творог қажет болады және 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Тәтті болу үшін 2 ас қасық табиғи бал қосамыз және 30 грамм ерітілген сары май саламыз. Сары май 82%-дан төмен болмауы қажет. Және 2 жұмыртқа салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Ал енді езілген массаға глютенсіз күріш ұнын салдым. 160 грамм және жұмсақ болып көтеріліп пісу үшін разы хетел салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша осындай тығыздау, кішкене қоюлы қамыр шығады. Егер сіздің творогыңыз құрғақ творог болмаса, қамырыңыз кішкене сұйықтау болып шығуы мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Енді осылай кекстің формаларына салып шығамыз. Граммен өлшеп салсаңыздар да болады. Мен көзбен өлшеп сала бердім. Шамамен 2 қасықтан шықты. Ал енді 180 градуста 30 немесе 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей осылай көтеріліп, күшті болып пісіп шығады. Қыздар, таңғы асқа творогтан сырники жасай бермей, осы творожный кекстерді жасап көріңіздер. Өте тәтті шығады қыздар. Егер сізде осындай кекске арналған форма болмайтын болса, үлкен бір формаға барлығын бірден пісіріп алсаңыз да өте әдемі болып шығады. Қантсыз және глютенсіз ұннан жасалған себепті денсаулыққа еш зияны жоқ. Керісінше ақуызға өте бай, балаларға уайымдамай ұсынсаңыздар болады. Денсаулыққа еш зияны жоқ, өте пайдалы. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Рая, сау болыңыздар.